По айның чибірге екінші күнінің сығары Асқы Сайманың прай ал пазы поселок чөперінде өрттер сықпарарының қорқыстық тұс жарлалпарды. Орындағы ұстық баста паза өрт өзіржаңнар бүйізік тимнеріс режимінде тоқытшалар. Күніңзай алтыштық жыларының шарыдығы тоқыс апарылшы. Анзы тектің немес. Шылбысталарының Асқы Сайманында 10 өрт сықпарған. Олар да 2 кізі үрген. Ең көп пажар 5 сабы одынған сұлтанды болған. Оларның саны пис. Білтір бірлі пажар болған. Өртті дөк, кізілер тамқы татқан сылдында сықпарыдыр. Бұл жылды андық үз керек болды. Ең көп өрт білтір алды танықталшы. Бүгінге анды 4 тұры көйді. Аның сонда перік жол. Анды 2 өрт сықпарған. Ис белтері база өк белтері аларыда тізаң, олық жасты кізілер отқа сайлан парғанар. Пірсі төзекте тамқы тартқан сылтанды, пірсі тізаң сабы салылған пестің өрт сықпарып, ұсқа бұрылығып өрен. Бұ адылған муниципалитетерінің ұстық бастағына бөзік темеліс режимін олымықты дұбзарға шөп берілген. Профилактика тоғызын апар жатқан Алия Белтрекова кізлерге өдек электричество көзінің тоғыз жатқан тейдегілерінің ортады золанарға, олғынырына қайығдан пост басқа, оларға отның ойнерға жарат басқа чөп берші. Қайдығда соқты автомобиліне аз қотның чылытпасқа керек. Қайылға кірпарарға бірде үрнемес. Соның апарылған чардығылы тоғыз қайды да жақсы салттар перертіп, ізенчелер өрт үзіржеңдер. Бүгінде Асқы Сайманды соның пазы аның Испайының қадарында 90 кізі тоқытшы. Технемесінің қорылыс болыпса, полызыға сығарға 15 машина кемді тұршы.